Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Қасиетті мұбарак ай кірді. Баршаңызға мұбарак, құтты болсын, берекелі болсын. Қараңыздар да, қазір мынау бізде Алматы қаласындағы Нұр мешіт. Өстіп әдемі қылып безендіріп қойған. Қазір көп мешіттерді өстіп безендіретін болған қасиетті Рамазан айының құрметіне. Ойлаңыздар, қандай керемет. Және де мұсылман үйлерінде де қазір осындай кәдімгідей бір үлкен бір мереке қылып күтетін болды. Қандай күшті, қандай керемет. Және де мына Нұр мешітін қараңыздар да, мына жерде қазір мынандай дәретхана салынып, жап-жаңа дәретхана ашылып жатыр. Осыны салған жамағат қандай бақытты. Ойлаңыздар, Алла разылық қылсын. Каждый келген жамағат өшір келіп дәретін алады. Дәретін алып мына мешітке келеді, намазын оқиды. Ертең Алла қаласа мына жерде аузын ашады. Және де осының бәрі сауап осы салған адамдарға барады. Алла қабыл етсін. Бізге де осындай мешіт, осындай дәретханалар мұсылманға пайдалы болатындай амалдар жасауды нәсіп етсін.